Алматыдағы ұлттық орталық музейде Алтын Орда экспозициялық залы ашылды. Көрмеге қойылған құнды жәдігерлер бүгінгі қазақ елінің әйгілі Алтын Орда мемлекетінің заңды мұрагері екенін айғақтайды. Оның ішінде Алматы облысы Шеңгелді ауылы маңынан табылған Шағатай ұлысына тиесілі жібек мата қиықтары да бар. Жаңа орталық тағы несімен ерекшеленеді? Әріптесім Құрманжан Қасымжанұлы баяндайды. Ел тарихының терең қатпарына жол тартқан ұлттық музейдегі жаңа залдың ашылуы әр қазақ баласының жүрегіне мақтаныш сезімін ұялатар маңызды сәт. Мұнда қазақ мемлекеттілігінің көш басында тұрған Алтын Орданың бай тарихи мәдени мұрасы қамтылған. Жаңа ашылған залға қойылған ерекше құнды жәдігерлердің бірі 1982 жылы Алматы облысы Шеңгелді ауылы маңынан кездейсоқ табылған мына жібек мата қиықтары. Бұл маталар ғалымдардың зерттеуінше 13 ғасырдың соңы мен 14 ғасырдың басында осы өңірді мекен еткен Шағатай ұлысына тиесілі. Сонымен қатар Қытайдағы Юань патшалығының жібек мата шеберханасынан арнайы тапсырыспен шыққан аса бағалы бұйымдар. Шеңгелді маңынан табылған бұл жібек мата қиықтарында қошқар мүйіз ою өрнектермен бірге айдаһар бейнесі қатар кестеленген. Сәнді тігілген ішкі және сыртқы киімдермен жағалықтарға жақын келеді. Соған қарағанда ақсүйектердің салтанатты жамылғыларындағы жібек қиықтар болуы бек мүмкін. Оның тағы бір басты құндылығы, мұндай ұзақ сақталған бағалы маталар осы нұсқадан басқа еш жерде кездеспеген. 13-14 ғасырда Шағатай ұлысының құрамына кірген. Сондықтан бұл территорияда табылған заттары сол хронологиялық кезеңге жататын заттардың бәрі Шағатай ұлысына жатады деп айтуға болады. Көрме залына Алтын Орда дәуірінен сыр шертетін 200-ге жуық жәдігер қойылды. Мұнда тұрмыстық бұйымдар, зергерлік әшекейлер, қару-жарақ элементтері бәрі дерлік бар. Ал Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек шатқалынан табылған әйел зиратындағы алтын сырға және қолайына да тарих қоржынына үлкен олжа салып отыр. Бұл жәдігерлерді осыдан 9 жыл бұрын ұлттық музейдің археологиялық экспедициясы тапқан. 2017 жылы Алматы облысы Ақтерек ауыл маңында табылды. Ол жерде үлкен Ақтерек деген шатқал бар. Ол генетикалық институт бұл әйел адамның жаңағы сүйегі, жалпы жерлі орны 14 ғасырға белгілеп берді бізге. Енді алтын сырға 12 ғасырға, енді ол әжесіне атадан балаға мұра болып келе жатқан. Сонда 14 ғасырда жасаған осы қыз оны киіп тұрды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрме залдың ашылуы Алтын Орда дәуірінен бері сабақтасып келген қазақ хандығының бір тұтастығын келушілер назарына ұсыну. Жалпы бұл экспозицияға осы Қазақстанның барлық аумағында жүргізілген археологиялық экспедициялардың нәтижесінде табылған осы музейдің қорындағы 200-ден астам артефактілер ұсынылып отыр. Көрме залда екі жерде үлкен экран орналасқан. Мұндағы Алтын Орда және қазақ хандығы шежіресін баяндайтын бейнефильм жасанды зерде мүмкіндіктері арқылы көрсетілген. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерлан Әбжан, Қонаев медиа.